Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге бір ерекше рецептпен шығып отырмын. Тұздың үстінде пісетін тауық рецебімен бөлсем. Ең алдымен бетіне, яғни тауықтың бетіне жағатын, қызыл реңк беретін маринадты жасап аламыз. Ол үшін ертілген сары май, оның үстіне паприка, оның үстіне құрғақ немесе балғын сарымсақты саламыз. Оның үстіне қара бұрыш саламыз. Жарты қасық тұз саламыз, және де жақсылап араластырамыз. Ең алдымен тауықты жақсылап жуып, тазалап алыңыздар. Одан соң міндетті түрде қағаз сүлгімен толықтай кептіріп аламыз. Сол кезде біздің тауық піскен кезде қызыл реңкті болып, өте әдемі, орысша айтқанда корочкасымен пісетін болады. Ал енді осы маринадты алып, бетіне жақсылап кесечкінің көмегімен жағып шығамын. Барлық жеріне, қанаттарына, аяғына, бүкіл жеріне осы маринадты жақсылап жағып шығыңыздар. Енді пешке салуға арналған форманы аламыз, оны фольгамен қаптаймыз, және де осылай бір пачка тұзды аламыз да, қанша осыған тұз жеткілікті, соның барлығын тұзды саламыз, және де осы тұздың үстіне қазір тауықты салып пеште пісіреміз. Пешті 180 градуста қыздырып қойыңыздар. Енді мінеке осы тауықты аламыз. Алдымен мен ағаш таяқшаның көмегімен біздің тауықтың аяқтарын, қанаттарын біріктіріп қоям. Сол кезде олар әдемі болып піседі. Енді осы тауықты тұздың үстіне саламыз. 180 градуста 1,5 сағаттай пісіреміз. Жаңағы маринадты біз үстіне жақтық қой, оны ұзақ ұстап қажет емес. Ол бізге тек қана қызыл корочка үшін ғана берілді. Ал осының астындағы тұз өзіне қаншалықты мөлшерде қажет, тауық соны өзінің бойына сіңіріп, өте дәмді, орысша айтқанда сочный болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, қорықпаңыздар, қатты ащы болып кетпейді. Мен де ең алғаш рет осы рецепті жасаған кезде, бұл жаңағы тұз соншалықты көп, тауық өзінің бойына тұзды сіңіріп ащы болып кете ма деген ой болды. Бірақ қаншалықты мөлшерде қажет, соны ғана сіңіріп, тауық сондай дәмді, керемет болып шығады екен. Тіпті қараңыздар, қалай үзіліп жатыр. 1,5 сағатта өте керемет болып піскен. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте оңай, ешқандай да қатты жаңағы көп ингредиенттерді қажет етпейді. Тіпті мына біздің бетіне жаққан қызыл корочкаға арналған маринадты сіздер жақпа қойсаңыздар да болады. Бірақ жақпасаңыз беті ақшыл болып шығады. Енді бұл өзіңіздің қалауыңызша. Жай ғана бір пачка тұздың үстіне тауықты қойып пісіре берсеңіздер болады. Мінеке осындай оп-оңай рецепт. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Гүлжанат. Егер видео ұнаған болса, лайк, комментарий жазып білдіріп қойыңыздар. Келесі кездескенше.